Дубайдағы екінші күн. Ұйқымызды қандырып, рахаттанып, демалып тұрып, сосын завтракқа келдік. Завтрагымыз біздің сағат 10:30-ға дейін ішу керек. Рахаттанып, жақсылап тойып алдық. Сосын кейін ай боп киініп, қала аралауға шықтық. Кеше біз гид жалдағанбыз, қырғыз жігіт, қазақша түсінеді, орысша түсінеді. Жақсы болды сол баланы жалдағанымыз. Бізді өзінің машинасымен алып жүреді. Кәдімгідей шетелден келген жаңағы қазақ қырғыздарға сауапты іс істеп жатыр. Себебі бұл жерде көбісі барлығы английский сөйлейді екен. Өзі 2004 жылғы мектеп бітіре салып, осы Дубайға жұмыс істеуге келіпті. Қазір 2 жылдан бері уже гид болып жұмыс істейді екен. Өзінің машинасы бар, сол машинамен полный қаланы аралатады, әдемі жерлерді біледі, история айтып жүреді. Сразу жолда құр өткізбей, мына жер мынанша жыл тұрылған, мынандай деген сияқты историясын бәрін біледі Дубай туралы. Екінші күні уже біз Пальмовый островқа келдік. Бұл жерде қазір былай қарасаң білінбейді, бірақ төбеден қарасаң біз ең бас жағында жүрміз, Пальмовый островтың. Бұл жерде еще біз бір нәрсе бүлдірдік. Дубайда жүріп тыныш жүрмейтін болдық қой. Оның бәрін кейін шешілген кейін айтып беремін. Әлі шешілген жоқ. Сәл настроением түсіп қалды, бірақ соған қарамастан дальше қыдыра бердік. Себебі уақыт жоғалтпау керек. Оны ойланып отырсаң кеш болатын сияқты. Содан кейін дальше кеттік. Мынау қазір біздің жүрген жерлеріміздің барлығының өзінің названиясы бар, бірақ мен оның бәрін уже ұмытып қалдым. Ана жігіт бізге барлық историясын жаңағы аттармен айтып түсіндірген негізінде, бірақ мен уже оның бәрін ұмытып кеттім. Негізі шетелге шықсаң, миыңдағы шектеулер алынып, басқа атмосфера, күшті идеялар келе бастайды, жұмысың алға бастайды дейді ғой. Бірақ шынымен де сол нәрсе рас сияқты. Себебі қазір мен шетелде жүріп, адамдарды көріп, бизнестарын көріп, кәдімгідей маған күшті идеялар келіп жатыр да. Сарыағашқа барам, үйтем деген сияқты духпен кетіп бара жатырмын да. Сосын бұл жақта байқағаным, күндіз вообще пробка болмайды, адамдар аз бірен-саран ғана жүреді екен. Барлығы сағат 6-дан кейін шығады екен. Себебі күндіз өте қатты ыстық, содан кейін сағат 6-дан кейін пробканың көкесі басталады екен. Сағат түнгі 2-3-ке дейін адамдар сыртта жүреді, саудасын істейді, ал күндіз полный демалады екен. Біз бұл жақта құры жүрмей, барлық заттың бағасын салыстырып жүрміз. Қазақстанда қанша, Дубайда қанша. Например, айфонның бағалары Қазақстаннан 2 есе арзан екен. Миллион болып атқан айфондар бұл жақта 500 мың, 400 мың теңге екен. Сосын кейін бұл жақта машина арзан. Бекер машинаны Дубайдан әкеліп сатып жатқан жоқ екен адамдар. Себебі кәдімгі Elantrалар бізде мысалға 12 миллион деп тұрды салонда. Ал бұл жақта 5-6 миллион салондағы бағасы. Ал жүрілгендері 2 миллион, 2,5 миллионға Elantра алуға болады. Күйеуім екеуміз келесі машинамызды осы Дубайдан аламыз ау деп ойланып қалдық қой кәдімгідей. Себебі біздің алған машинамыздың, Santa Fe'міздің бағасына бұл жақтан BMW алуға болады екен. Кәдімгі новый BMW. Еще растаможкасы машинаның 1,5 миллион, 2 миллион болады екен ары кетсе, бірақ соның өзінде бізде Қазақстаннан неше есе арзан болып барады. Так что сондай біз тек қана қыдырып емес, жан-жақтағы бизнестерді байқап қарап жүрміз. И мына жақта біз Дубайда вообще эсто көрген жоқпыз. Тек қана отель, столовый, ресторан, сондай тамақ ішетіндер көп та. Эсто деген вообще аз ғой, себебі жолдары прям теп-тегіс та. Мысалға, бізде Сарыағаш-Шымкенттің арасы 120 километр, біз 1 сағат 15 минут, 1 сағат 20 минутта баратын болсақ, бұл жақта 120 километрді 50 минутта, 40 минутта жүріп тастайды екен. Дубайда тал, өсімді гүл деген вообще жоқ екен, бірен-саран ғана бар, үйто оның барлығы искусственно отырғызылған екен, құм болған екен, бұл жақта ешқандай өсімдік өспейді. Одан кейін тамақтары, фрукты, овощи, жейтін нәрсенің барлығы бұл жақта қымбат екен. Например, мына фруктылардың барлығы қазір теңгеге шақсақ, пәленбай мың теңге болады. Например, жарты дарбызды 9 мың теңгеге сатады екен. Так что біз күшті, рахат, арзаншылық жерде тұрады екенбіз ғой. Супермаркеттарына кіріп, бағаларын бәрін көріп, салыстырып шықтық. Сосын кейін необычный фруктылар алып алдым отельге. Кешке барып кесіп отырып жеп көрейінші деп.